Сәлем, суырым. Неге қатты жүгірмейсің? Сәлеметсіз бе, данышпан-қарға? Қатты жүгіре алмайтыным жер тегіс емес қой. Байқап келем, сенің інің ойлы қырлы жерге салыныпты. Жердің ойлы қырлы болғаны жасырынғанға жақсы. Әйтпесе, қасқыр мен түлкі бізді алыстан байқап қалуы мүмкін. Оның рас, суырым. Бірақ ол інге тез кіріп кетуіңе бөгет болмай ма? Басқа амал бар ма, данышпан-қарға? Жол деген жүгірген аңның бәріне керек. Біреуі тамақ табуға, біреуі жауыннан қашып кетуге жол іздейді. Солай ма, суырым? Шіркін, құстарға рахат шығар, данышпан-қарға. Самғадың да кеттің. Ешқандай да жол керек те болмайды. Құстардың жөні бір бөлек. Ал енді қанаты жоқтар үшін өзіне жақсы жол салғаннан басқа амал жоқ. Данышпан-қарға қызық екен. Сонда не, жол салып алуға да бола ма? Сенің ініңнен басқа жердің бәрінде жол бар, суырым. Солай ма? Мен көрмеппін де, естімеппін де оны. Жолдың қалай салынатыны, және не үшін керек екені өте ұзақ әңгіме, суырым. Жарайды, оны тыңдайтын уақытым бар. Айта бер, данышпан-қарға. Жол ежелден келе жатқан байланыс құралы. Адамдар скайпты, телефонды пайдаланбаған. Тіпті хат жолдайтын пошта қызметі болмаған кезде тек жолға шығып бір-бірінің амандығын білген. Кез келген үйдің, ауылдың іргесінен жол басталады. Жалғыз адам жүретін жолды соқпақ дейді. Олар өзара қосыла келе күре жолға айналады. Мал шаруашылығымен айналысқан ата-бабаның көктем туа қыстаудан жайлауға, ал күз түсе жайлаудан қыстауға көшетін жолы бар еді. Оны ежелден көш жолы деген. Жолдар әлемнің барлық мемлекеттерін, қалаларын бір-бірімен байланыстырады. Бертін келе жолдың автомобильге арналған түрі пайда болды. Одан басқа әуе жолдары болды. Онымен ұшақтар ұшады. Адамдар кейін темір жол тарта бастады. Ол пойыз қозғалысына арналған. Ал түрлі теңіздер мен ірі өзендердің жағасындағы қалаларды бір-бірімен су жолдары жалғайды. Суырым, жол дегеннің не екенін енді білдің бе? Білдім, данышпан-қарға. Менің інімнен басталатын ізім соқпақ деп аталады. Ал барлық суырлар бір жолмен жүретін болса, ол күре жолға айналады. Міне, түбі сенен бірдеңе шығады. Айтқанның бәрін ұғып аласың. Рахмет, тағы бірдеңені білсем деп едім. Білмегенді сұраған дұрыс. Айта ғой. Данышпан-қарға, жолдың не үшін керек екенін айттың. Бірақ сол жолды қалай жасайтынын айтқан жоқсың. Соны білгім келеді. Солай ма? Автожол салу әдістерін адамдар бірнеше ондаған жылдар бойы жетілдірді. Жол жасайтын машиналарды ойлап тапты. Неге ойлап таба береді? Бір рет ойласа, болмай ма? Адамдар жасаған жұмысын жетілдіріп отырады. Үнемі ізденеді. Кейде мен де дәмді шөпті іздеймін ғой, сол сияқты ма? Жоқ, олай салыстыруға болмас. Сонымен жолдар қалай жасалады деп сұрадың ба? Соны білгім келеді. Жақсы, автожол үшін көп нәрсе керек. Бірақ ең бастысы битум. Битум? Я, солай битум. Қазір суырым битумның не екенін айтып берем. Мені мұқият тыңда. Ол саған керек болады. Жол салу үшін алдымен қай жермен байланыстыратынын зерттейді. Өйткені жол айналмалы емес, төте болуы керек. Сонда тез жетесің. Құрылыс материалдары да үнемді жұмсалады.
тура жол тарту үшін өзендердің үстінен көпір салынады. Кейде биік таулардың астын тесіп шығуға тура келеді. Жолды қыста қар басып, көктемде су шайып кетпеуі ескеріледі. Ол үшін жол табаны жерден арнайы биік етіп төселеді. Оның беті асфальтпен жабылады. Сонда жол автокөліктер үшін кедергісіз түзу, тегіс болады. Ол үшін адамдар битумды пайдаланады. Битум мұнай өнімі. Оның түсі әдетте қара болып келеді. Ол шайыр тәрізді. Битум латын сөзі. Қазақша аударғанда тау шайыры деген мағынаны білдіреді. Битумды ыстып қиыршық таспен араластырғанда асфальт шығады. Ең жақсы жол осы асфальт төселгені. Бұл құрылыс материалы топырақтағы түрлі тұздар мен қышқылдарға төзімді келеді. Екіншіден, су өткізбейді. Үшіншіден, ол бірнеше рет қыздырса да, өңдеген сайын өз қалпына келеді. Битумды негізінен жолға төсейді. Сол сияқты оның төбеге жабынды жасайтын түрі бар. Сол сияқты іргетастарға да ылғал сіңірмеу үшін битум жағып қояды. Оған полимер қосқандықтан аяз бен ыстыққа да төзімділігі артады. Міне, жолдың және оған төсейтін битумның не екенін білген шығарсың. Түсініп алдым, данышпан қарға. Бірақ сен битумды сағыз екен деп шайнап қойып жүрме. Онда не, менің аппақ тістерімде битум сияқты қарайып кете ме? Тістеріңнің қарайып кететіні өз алдына, бүкіл ішектерің қарайып ауырады. Жоқ, мен ешқашан битумды сағыз деп шайнамаймын, данышпан қарға. Міне, мұны білгенің дұрыс болды. Тағы бірдеңе сұрасам. Сұрай ғой, суырым. Данышпан қарға, айтшы, Қазақстанда битум зауыты бар ма? Мұны өте дұрыс сұрадың. Бар. Ондай жаңа зауыт Маңғыстау облысында ашылған. Өткенде көріп келдім. Ол қалай екен? Керемет. Енді қазақ жерінде салынып жатқан үлкен жолдар үшін басқа мемлекеттерден битум әкелінбейді. Өз битумы өзіне жетеді. Бұл жаңа зауыттың пайдасы. Маңғыстау облысындағы битум зауыты 2013 жылдың желтоқсан айында іске қосылған. Жылына 1 миллион тонна жоғары сапалы жол битумдарын өндіреді. Ол үшін ең ұтымды шикізат мұнай болып табылады. Бұл зауытта өндірілген жоғары сапалы битум ыстық суыққа өте төзімді және көлік жолдарының ұзақ қызмет етуіне жағдай туғызады. Мұнай пеште қыздырылып, қажетті мөлшердегі химиялық қоспалар қосылғанда битумға айналады. Мұның бәрі автоматты түрде жүзеге асады. Жұмысшылар тек экрандар мен тетіктер арқылы бақылап басқарады. Дайын өнім бір рет қолданылатын 1000 келілік көлікті құтыларға және 40 келілік пластикалық қаптарға құйылады да әбден салқындатылып, қоймаға текшеленіп жиналады. Салқын битум сапасын жоғалтпайды. Жол салушылар да қажет кезінде алып қыздыра қояды. Міне, енді Қазақстанның өз битумы бар. Оны өздерінің жаңа жолдарына төсейді. Қазақстанда жолдар салынып жатыр ма? Салынғанда қандай? Қазір жарты әлемді жалғастыратын Батыс Қытай, Батыс Европа көлік дәлізінің көп бөлігі қазақ жерінен өтеді. Сол үшін керемет жол салынып жатыр. Одан басқа Астана мен Алматыны, Астана мен Өскеменді жалғастыратын жаңа жолдар болады. Битум деген көп керек десеңізші. Керек болғанда қандай, суырым, мен ұяма ұштым. Сау болыңыз, данышпан қарға. Көке, не біліп келдіңіз? Битум туралы біліп келдім. Ол не, оны не істейді? Оны жолға төсейді. Ол көп бекен, көке? Көп болғанда қандай, бәріне жетеді.